Дәл осындай жұп-жұқа сап-сары қамырдан қытырлақ қуырма чүпәрә жасадым. Құрамына сода қоспасы да әдемі болып пісіп шығады. Видеоны толық қарап, парақшама тіркеліп алыңыз. Алдымен қамыры үшін бір жұмыртқа, жарты пиала су және де жарты пиала сұйық май, бір шай қасық тұз салып араластырып, електен өткізілген ұн салып, қолдың көмегімен иілеп, қамырымызды біріктіреміз. Кішкене қаттылау қамыр болады. 5 минут бойы тоқтамай елесеңіз, қамыр жұмсарады. Пакетке салып тындырып қоямыз. Начинкасы үшін картошканы суға қайнатып пісіріп алыңыздар. Бұл жерде мен қуырылған түрін қолдана салдым. Қара бұрыш тұз салып араластырып, осылай пюре жасаймыз. Және де 15 минуттан кейін қамырымызды қайта басып, қайтадан пакетке салып қоямыз. Және де тағы 15 минут өткеннен кейін енді үстелге қойып, оқтаумен қамырды жая берсеңіздер болады. Алғашында ұнды көбірек сеуіп, одан кейін ұнын азырақ сеуіп, қамырымызды жұп-жұқа етіп жаямыз. Егер қамыр қалың болып қалса, түшпәраңыз жақсы шықпай қатты болып қалады, сондықтан жұп-жұқа етіп жайғандарыңыз дұрыс. Пельменнің қамырындай етіп 4 бұрыштап кесіп алып, дәл осылай қиғашынан орап, барлығын түйіп алып, қызып тұрған майымызға осы түшпәрамызды салып қуырып аламыз. Қып-қызыл қылып емес, сап-сары қуыра беріңіздер, сол кезде осындай әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Заманда үйлене алмай отырсақ, мақыр деген басымызға бәле болды дейді. Әй, сен үй болайын деп отырып, жауға баратсың ба? Ана күйеуің сенің жауың ба? Мен соны түсінбедім. Ана отырып алып қыздар, маған трехкомнатный квартира керек, маған мәшіне керек, маған бриллиант керек дейді. Не, сен жауға баратсың ба? Әй, сонымен бірігіп бірдеңе істеймін деп, күйеуге шығам деп баратсың ғой, ойбай. Ана жігіт адам емес па, обал емес па, өзі тиын жинап тырбаңдап үйленіп жатыр сағаншы. Сен де байсыз қалатын ең ғой оламаса. Енді байға тиген міндет қылып сондай нәрсе сұрайма адам жынды болмаса, я? Отырып алып Toyota Camry 4 бөлмелі пәтер Астананың төрінен бриллиант табақтай тастары бар деп. Жаума анау саған сонда ол қайдан табады? Әй, бірікпейміз ба деп отқан кезде, үй болам деп отқан жоқ, соны сұрап отқан қатындар бар ғой. Кешкі асқа арналған оңай әрі дәмді тағам дайындаймыз. Ең бірінші қазанымызды қыздырып, сұйық майымызды құйып, үстінен 4 бұрышты етіп туралған етімізді салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Көбіктеп туралған пиязымызды саламыз, сәбіз, сарымсақ салып, жақсылап қуырамыз. Үстінен томат пастасын саламыз. Сонымен қатар картошка, болгар бұрышы, тұз бұрышын салып, жақсылап араластырып қуырып, үстіне су құямыз. Осы сумен бұқтырып пісіріп аламыз. Гарнирге дәл осындай Кеммидің эксклюзив лепесток атты кеспесін қолдандым. Бір-біріне жабыспай әдемі сап-сары болып пісіп шығады. Балаларым подливінен бұрын гарнирін ең бірінші жеп қойды. Сіздер де осы Кемми өнімін пайдаланып көріңіздер. Қазақстанның барлық дүкенінен таба аласыздар. Кешкі асқа дәл осындай оңай әрі дәмді тағамды бүгін жасап көріңіз. Ең алдымен тауықтың төс етін осылай соломкалап турап алып, қызып тұрған майымызға салып, жақсылап қуырып аламыз. Үстінен соломка етіп туралған пиязымызды салып тураймыз. Дәміне қарай тұз, паприка саламыз. Гарнирге осындай Кеммидің лапшасын қолдандым. Өте дәмді, езілмей, жақсы піседі. Сіздер де пайдаланып көріңіздер. Соломка етіп туралған болгар бұрышын салып, үстіне соя соусын салып, жақсылап араластырып, лапшамызды қайнаған суға пісіріп аламыз. Барлығын бірге араластырып, үстінен укроп сеуіп, осымен тағамыз дайын болды. Ас болсын, жасап көріңіздер. Кешкі асқа не жасайым деп ойланып отырсаңыз, дәл осы тағамды жасап көріңіз. Өте оңай әрі дәмді болып шығады. Ең бірінші парақшаға тіркеліп алыңыз. Етімізді осылай 4 бұрышты көбіктеп тураймыз, пиязымызды тураймыз. Қызып тұрған табаға сұйық май құйып қуырып аламыз. Сәбізді де осылай көбіктеп турап, оны да салып қуырамыз. Томат пастасынан аздап саламыз. Картопты 4 бұрышты етіп турап, үстіне су құйып бұқтырып қоямыз. Болгар бұрышын осы жерде 4 бұрышты етіп турап, барлығын алдын ала дайындап аламыз. Күрішті гарнирге қосамыз. Бұл жерде 2 түрлі күрішті қолданып тұрмын. Сонымен қатар табамызға сұйық май құйып, күрішті аздап қуырып, үстіне су құйып, тұз салып, бұқтырып қоямыз. 15-20 минутта күріш пісіп қалады. Болгар бұрышын салып, үстінен аздаған су құйып, тағы 15 минут бұқтырамыз. Күрішіміз осылай әдемі шашырап піседі. Подливын салып, дастарханға ұсынамыз. Ас болсын. Кешкі асқа арналған ең дәмді әрі оңай жасалатын тағамның рецептімен бөлісемін. Мына котлеттер енді керемет шығады, міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен котлет дайындауға кірісеміз. Таза ыдысымызға нанымызды бөлшектерге бөліп алып, үстінен ыстық сүт құйып, осы сүтке жібітіп қоямыз. 2 үлкендеу пиязымызды үкіштің көмегімен өткізіп аламыз, және де майсыздау фарштың үстіне осы суын бәрін сығып тастап, пиязымызды саламыз. Жібітілген нанымызды да алып, суынан сүтінен сығып, осылай
барлығын бір ыдысқа саламыз. Жақсы дәм беру үшін 2 тісше сарымсақ, дәміне қарай тұз, паприка, қара бұрыш және де 2 шай қасық майонез қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осы жер ең маңыздысы, жақсылап 5 минут бойы тоқтамай араластырып, осылай ұрғылап, еттің жіпшелері шыққанша араластырамыз. Котлеттің формасын жасап, әрқайсысын 90 граммнан бөліп алдым. Табамызға сұйық май құйып, барлығын екі жағын қызартып, осылай қуырып аласыздар. Толық пісудің қажеті жоқ. Және де духовкамызға осылай фольганың көмегімен аст үстін орап 30 минут пісіріп аламын. Гарнирге осындай кемейдің эксклюзив лапшасын қолдандым. Балаларым өте қатты жақсы көреді. Қайнап тұрған суға тұз салып 10-12 минутта пісіріп аласыздар. Сонымен қатар гарнирге пюре де жасап, осылай дастарханға ұсынуға болады. Котлеттер жұмсақ керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Дәл осындай пиццаны бар болғаны 5-ақ минутта дайындадым. Сіздер де дайындап көріңіздер. Алдымен соусына майонез және де кетчупты қолданасыздар. Және де сырды осындай сулугуни ірімшігін қолдандым. Колбасамызды турап аламыз. Және де бізге осындай бір лепешка қажет болады. Екіге бөліп аласыздар. Және де соусын жағып, үстіне сырды қойып, және де колбасамызды қойып, пешке 5 минутқа салып аласыздар. Сыры еріп, керемет болып тұрады. Балаларыңызға ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де парақшама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Негізі қою тағамдармен салат жақсы желінеді ғой. Дәл осы салат картошка және де палау тағамдармен керемет үйлеседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен капустаны жіңішке етіп осылай турап аласыздар. Теркадан сәбізді тұрып, яғни редка деп айтады ғой, осындай. Және де огурцы, қиярымыздың тек қана сыртқы бөлігін, осылай қатты бөлігін өткізіп, барлығын дайындап аламыз. Және де әдемі үлкен шарамызға кей жерлерде тегене, керсейін деп айтады ғой. Барлығын жинап аламыз. Бізде бұл ыдысты үлкен шара дейді. Енді тұз, паприка, кинза, чеснок саламыз. Үстінен сұйық май құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл жерде капустасы кішкене жұмсару керек. Қатты қолыңызбен нығыздап, осылай сығып араластырамыз. Енді дәміне қарай осындай көк шөптер салдым. Осымен салатымыз дайын болды. Әдемі шара, тегене, ыдыс аяқ іздесеңіз, Бакшоп Айша дүкенінен таба аласыздар. Бағалары қолжетімді. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі бар. Шымкент қаласынан болсаңыз, Бәйтерекова 43 адресіне келіңіз. Біз сіздерді күтеміз. Біздің үйде ұсталар бар. Мен енді күнде түскі тағамға қою, тойымды тағам жасау керекпін. Енді осы рецепттермен сіздермен де бөліспекшімін. Бұл жерде палау жасайын десем, күрішім азғандай ғана екен, сомен машты қосып, маш палау жасайын деп шештім. Қазанымызды қыздырып, сұйық май құйып, етімізді салып, пиязымызды салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Бұл жерде сиыр еті және де үндіктің төс етін пайдаландым. Сәбізді ұсақтап, жіңішкелеп етіп турап салдым. Томат пастасының орнына осындай қатырылған томат жасаған болатыны, соны салдым. Жап-жасыл маш деп аталады. Пайдалы тағамдардың бірі. Етпен бірге кәдімгідей үстінен су құйып, қайнатасыздар. Өйткені пісу уақытысы 1-1,5 уақытта жарылып піседі. Маш піскен соң күрішті де салып осылай пісіріп аласыздар. Кей жерлерде бұл тағамды маш-ауа, маш-ботқа, маш-палау дейді. Сіздерде қалай атайды? Қыздар, печеньеге, пирогқа лимон қосып жасап көрдіңіз бе? Ерекше болады екен. Мен осындай мраморный печенье дайындадым. Дәл қазір мұқият рецепті көріп алыңыз. Алдымен таза ыдысымызға лимонның осындай сыртқы қабығын ғана күштен өткізіп саламыз. Және де үстінен қант салып, жақсылап екеуін араластырамыз. Еріп тұрған сармайымызды және бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ордабасынан жоғары сұрыпты ұнын салдым. Разрыхлитель салып, жақсылап араластырамыз. Жоғары сұрыпты ұнды қолдансаңыздар, пирог, печенье, бауырсақтарыңыз керемет көтеріліп, жақсы пісетін болады. Және де жарты лимон соғын қосып, қамырымызды илеп, бетін жауып, морозильникке 30 минутқа қалдырамыз. 30 минут өткеннен соң осылай дөңгелектеп, грек жаңғағына ұқсатып, дөңгелектеп аламыз. Қант ұндығына аунатып, қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минут шамасында осылай пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді печеньенің бірі. Кешкі ас дайындау үшін морозильниктен фаршты шығарып қойыңыз. Енді котлеттерді майға қуырмай, дәл осылай духовкада пісіретін боламыз. Ең алдымен фаршты таза ыдысқа саламыз. Үстінен дәмдеуіштер, ұнтақталған нан, блендерден өткен пияз, бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң міндетті түрде осылай ұрғылау қажет. Ортасына сыр салып,
сопақша пішін жасап, духовканың листіне орналастырып, 200 градуста 25 минут пісіреміз. Гарнирге балалар сүйіп жейтін осындай фриді қолдандым. Бұл жерде калихтың дайын фрийі сап-сары, керемет, хрустящий болып піседі. Тағамға жақсы дәм беретін калихтың 2 түрлі соусын қолдандым. Осымен тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Дәл қазір хит болып жатқан финский блинчики дайындап көрдім. Духовкаға бірден құйып пісіре салады екен. Газың түбінде жеке-жеке пісіріп отыруды қажет етпейді. Дәмі күшті шығады, қыздар, жасап көріңіздер. Ең бірінші парақшама тіркеліп алыңыз. Алдымен таза ыдысымызға жұмыртқа, қант салып жақсылап тұрып араластырып аламыз. Үстінен сұйық май құямыз, тағы бір араластырамыз. Содан соң сүт құямыз. Мен осындай 400 мг сүт құйдым. Барлығын жақсылап араластырып, үстінен електен өткізілген ұнды аз-аз мөлшерден салып, осылай іртігін жоқ қып жақсылап тұрып араластырып аласыздар ғой, қараңыздар. Одан соң противінді майлап немесе үстіне пергамент төсеп сосын ғана құйыңыздар, а то асты жабысып қалады. Менде кішкене жабысып қалды. Ортасына жағатын кремді, сгущенка немесе осындай крем-чизді араластырып жағуға болады. Және де бетіне әсемдік ретінде шоколадты ертіп осылай өрнектеп шықтым. Дәл осы рецептке қолданған әдемі ыдыстардың барлығын Бақшоп Айша дүкенінен алдым. Дәл қазіргі уақытта мектепке арналған сөмкелер, дәптер, ручкаларды осы дүкеннен алуға болады. Барлығы оптым бағада. Сонымен қатар ас үйге қажетті керек жарақтың барлығын таба аласыздар. Ал ендеше финский блинчикиді міндетті түрде дайындап көріңіз. Духовкада 45 минутта пісіп шығады. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп, еріншек құрбыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Кешкі асқа арналған тағы да бір идея. Тез арада дайын болатын котлеттер дайындаймыз. Дұрыс пісіру әдісімен бөлісетін боламын. Ең бірінші парақшама тіркеліп алыңыз. Алдымен тауықтың етін ет тартқыштан немесе блендерден өткізіп аламыз. Үстінен бір жұмыртқа, пияз, сухари және де картошканы үкіштен өткізіп, суын сығып тастап қосамыз. Дәмдеуіштер салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Котлеттің ортасына сметанковый атты калихтың осындай ірімшігін қолдандым. Калих өнімдерінде творожный сыр және сливкиден бөлек неше түрлі ірімшік түрлерін таба аласыздар. Парақшасына өтіп көрсеңіздер болады. Котлетті қызып тұрған майға екі жағын ғана қызарта отырып, сәл ғана қуырып аласыздар. Одан кейін табаға салып, бетін фольгамен орап 20 минут пісіріп аламыз. Дәл осы әдіспен сиыр етімен жасауға да болады. Котлеттердің арасы толықтай таза піседі. Қорықпай жасай беріңіздер. Гарнирге картошка пюресін дайындадым. Қараңыздар, сочный, дәмді әрі тез арада дайын болады. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Қыздар, бүгін кешке осы тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл тағамның аты бризоль деп аталады. Шашырамай әдем болып піседі. Дәмі де өте күшті, жұмсақ болып шығады. Ең бірінші парақшама тіркеліп алыңыз. Алдымен тартылған етке пияз, дәмдеуіштер салып жақсылап араластырамыз. Мен осындай 6 бөлікке бөлдім. Әр кесеге бір жұмыртқаны жарып, үстінен фаршты салып жақсылап тұрып араластырамыз. Қызып тұрған табаға май құйып, осы табаға жай отта 3-4 минут кетеді. Екі жағын осылай қып-қызыл қуырып аласыздар. Қатты отқа қойып күйдіріп жібермеңіздер. Екі жағы негізі толықтай піседі. Осылай жайып жібересіздер ғой. Сөйтіп айналдырып барлығын пісіріп аласыздар. Ортасына майонез, кетчуп және де калихтың осындай ірімшігін қостым. Сметанковый деп аталады. Калихтың өнімдерін білесіздер. Творожный сыр және де сливкилері бар. Және де неше түрлі сырларды да табуға болады. Осылай күрішті салатын барын орналастырамыз да дастарханға ұсынамыз. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыз.